Бүгін синнабон булочкасын дайындаймын. Синнабон булочкасына корица қосылып жасалады, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ұнымызға үгіткіштен сары майды өткізіп араластырып аламыз. Видеоны аса лайк бас, мен арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Дрожж салып, жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Бір жұмыртқамызды қосып, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр қылып илеп шығамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Жұмсақ қамыр қылып илегеннен кейін 1-2 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып, көтерілуге қоямыз. Қантымызға корицамызды қосып, араластырып аламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алып, бетіне майымызды жағып шығамыз. Барлық жеріне жақсылап майымызды жағып шығып, корица мен қантымызды сеуіп шығамыз. Бүкіл жеріне жақсылап бір келкі қылып сеуіп аламыз. Сеуіп алғаннан кейін қамырымызды рулет тәрізді ораймыз. Жақсылап орап аламыз. Видеодағындай көрсетілгенде қылып, кесіп шығып, формамыздың астына майымызды жағып, булочкаларымызды орналастырып шығып, 20 минуттай көтерілтіп аламыз. 20 минуттан кейін көтерілгеннен кейін 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Булочкамыз ыстық қалпында бетіне крем жағып шығамыз. Кремімізге қаймақ пен сахарный пудраны араластырып, бетіне жағамыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецептті жібермашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.